Құрметті достар, қадірлі ағайын, баршаңызды 25 қазан республика күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл мереке біздің мемлекетіміздің абыройын асырып, мерейін көтеретін күндердің бірі. Егемендік елдіктің құжаты, тәуелсіздік тәңірдің тәтті сыйы. Бабаларымыз сан ғасырлар бойы армандаған азаттықтың ақ таңы атып, еліміз дамудың даңғыл жолына түсті. Ұлттық бірегейлігіміз арқылы бірлігімізді бекемдедік, татулығымызды тұғырлы еттік. Бұл мерекенің баршамыз үшін де орны бөлек. Жастарымыз егемендіктің арқасында білім биігіне шығып, отандық ғылымды дамытуға зор үлестерін қосуда. Еліміздің ғылым және жоғары білім министрлігі атынан және өзімнің жеке атымнан баршаңызды осынау ұлық мерекемен құттықтай отырып, сіздерге Фариза Оңғарсынова апамыздың өлеңін оқып беруді жөн көрдім. О, туған жер, кемпейіл, құшағын кең, саған көңіл бұлқынар күш ағынмен, сағынышымды қанат қып, саған қарай балапандай талпынып ұшамын мен. Сенде таста қастерлі, аспанда алау, сенде жанды тербетер дастан бар. Менің мына өмірге құштарлығым сені жақсы көруден басталған ау. Қадірлі отандастар, құрметті достар, республика күні баршамызға құт береке әкелсін. Ұлы мерекеміз құтты болсын. Үлкен рахмет.